Кешір қыздар, бүгін өте дәмді гуляш дайындайтын боламыз. Алдымен бұршақты 3-4 сағат суда ұстаймыз. Қазанға бір қайнағасын көбігін алып, шамамен 1-1,5 сағат қайнатамыз. Енді етімізді және жуамызды жақсылап ұзынша етіп турап, қызып тұрған қазанымызға май құйып, жақсылап қуырып аламыз. Жақсылап қуырылғасын етіміздің үстіне жуа салып, тұз салып, жақсылап тағы да араластырып, үстіне томат пастасын салып, лавр жапырағы мен сарымсақ салып, жылы су құйып, шамамен 40 минут немесе 1 сағат көлемінде пісіріп аламыз. Енді құрғақ табамызға шамамен 3-4 қасық ұн салып, осылай қоңыр болғанша ұстаймыз. Кейін үстіне жылы су құйып, осылай сұйық болғанша былғаймыз. Піскен етіміздің үстіне салып, былғап, ендігіде бұршағымызды блендердің көмегімен осылай пюре жасаймыз. Ас болсын, өте дәмді, қыздар, жасап көріңіздер.